Сәлеметсіз оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8-ші сыныптағы геометрия курсын қайталау. Сабақтың мақсаты планиметрия бөлімінің негізгі ұғымдары және олардың қасиеттері мен оларға байланысты формулаларды қайталау. Бағалау критерияларымызға жатады: көп бұрыштың үшкіл бұрыштарының қосындысының формуласын қорыта шығара алу, төрт бұрыштың ұғымы және оның түрлері мен қасиеттерін білу, дөңес төрт бұрыштармен байланысты есептерді шығара алады. Еске түсірейік. Координаталық жазықтықты салыңыздар. Координаталық жазықтықты дегеніміз ол перпендикуляр екі түзу бағыты бар x осі мен y осі деп белгілейміз. О нүктесі ол қиылысу нүктесі, координаталық жазықтықтың басы деп санаймыз. Келесі нүктелерді кескіндеңіздер. А нүктесінің координатасы 1,2, Б нүктесінің координатасы 3,-1, С нүктесінің координатасы -2,3, Д нүктесінің координатасы -3, -2. Орналасқан ширектерді жазыңыздар. Барлығы бізде 4 ширек бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Енді АБ кесіндісінің ортасының координатасын табайық. Келесі формуланы қолданамыз. X-тен x1 қосу x2 бөлу 2, y-тен y1 қосу y2 бөлу 2. x1, y1 ол А нүктесінің координатасы, x2, y2 ол Б нүктесінің координатасы. Кім дұрыс есептеді? Сонда ортасының нүктесінің координатасы бізде шықты 2-де 0,5. Енді CD нүктелерінің арақашықтығын табайық. Келесі формуланы қолданамыз. CD тең түбір астында x2 минус x1 шығарылған квадратқа қосамыз y2 минус y1 шығарылған квадратқа. x1, y1 ол С нүктесінің координатасы, x2, y2 ол бізде С нүктесінің координатасы. Сонда мәндерін қойып есептеңіздер. Шығады түбір асты 26. Есеп шығарайық. Координаталы жазықтықта тік төртбұрыш салынған. Оның үш төбесінің координаталары А -3-те 0, Б -1-те -2, С-нікі 0-те 3. Тік төртбұрыштың ауданын табыңыздар. Осы есепті шығарған кезімізде біз сіздермен келесі дескрипторларды қолданамыз. Тік төртбұрыштың анықтамасын білеміз, тік төртбұрыштың ауданының есептеу формуласын білеміз, және тік төртбұрыштың қабырғаларын дұрыс таба аламыз. Тік төртбұрыштың ауданы S-тен болады, А көбейту Б формуласымен табылады. АБ ені, БС ұзындығы болады. Сонда біз сіздермен қолданамыз. Екі нүктенің арақашықтығының формуласы бойынша АБ тең болады. Жаңа алдында есептеген формуланы мәндерін қойып, біз сіздермен шығады түбір асты 8-ге тең. БС-ның ұзындығы бізде тең болады, түбір асты 26. Сонда ауданның формуласын қолдана отырып, біз сіздермен шығарамыз. Түбір асты 8 көбейтеміз түбір асты 26 тең болады 4 түбір асты 13. Сонымен сонда бізде тік төртбұрыштың ауданы тең 4 түбір асты 13-ке. Енді оқушылар, келесі сабаққа сіздер келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Тең берілі трапецияның табандары 17 см және 27 см. Ал сүйір бұрышы 60 градусқа тең. Оның периметрін табыңыздар. Трапеция бізде төрт бұрышқа жатады. Оның периметрі
барлық қабырғаларының қосындысы. Сонымен сіздің міндеттеріңіз тауып алу трапецияның барлық қабырғалары. Тең бүйірлі болғанда екі бүйірі бір-біріне тең деген. Екінші есебіміз ромбының диагональдары 10 см және 10 түбірасты 3. Ромбының бұрыштарын табыңыздар. Берілген диагональдары. Біз білеміз, ромбтың диагональдары қиылысады және бір-бірлеріне перпендикуляр болады дедік, және қиылысу нүктесімен қаққа бөлінеді. Қолданасыздар Пифагор теоремасын. Ал оқушылар, келесі сабаққа шейін сау болыңыздар.